Оқушылар, сөйтіп біздің сөз тіркесіміздің екі түрі бар екен. Есімді сөз тіркесі және етістікті сөз тіркесі деп екіге бөлінеді. Егер басыңқы сыңары есім сөзден жасалса, ол есімді сөз тіркесі болады. Мына екінші сыңары. Ал екінші сыңары етістіктен жасалса, значит, ол етістікті сөз тіркесі болады. Түсінікті ғой? Және сөз тіркесі бола алмайтындар. Сөз тіркесі бола алмайтындар, олар біріншісі тұрақты сөз тіркестері, екіншісі күрделі сөздер. Неге? Өйткені тұрақты сөз тіркесі екі немесе одан көп сөзбен тіркессе де, олар екеуі бірге бірақ сұраққа жауап береді және бір сөйлем мүшесінің қызметін атқарады екен. Ал сөз тіркесі болу үшін не істеу керек? Жеке-жеке өзінің жаңағы сөз тіркесі болу үшін әрқайсысының дербес мағыналы екі сөз болу керек екен. Екеуі дербес мағыналы екі сөз болу керек. Екеуіне жеке-жеке сұрақ қоя алу керекпіз. Және екіншісі күрделі сөздер. Күрделі сөздерде сөз тіркесі бола алмайды. Өйткені ол да дәл сондай екі сөз тіркесіп, бір мағынаны береді, бір сұраққа жауап береді екен. Ал сөз тіркесі болу үшін не? Екеуі бөлек-бөлек дербес мағыналы сөз болу керек. Жеке-жеке сұрақ қою ала білу керекпіз. Келесі тақырыбымыз сөздердің байланысу тәсілдері. Біріншісі жалғаулықтар арқылы. Яғни сөйлемдегі сөздер жіктік, септік, тәуелдік жалғаулықтармен байланысса, ол қандай байланысу болады екен? Жалғаулық арқылы байланысқан болады екен. Мен оқушымын. Қалай байланысып тұр? Мен және оқушы сөзі мын деген жіктік жалғаулық арқылы байланысып тұр. Балаға берді. Ға деген септік жалғаулық арқылы байланысып тұр екен. Келесі септеулік және жалғаулық шылаулар арқылы байланысуы. Септеулік және жалғаулық шылаулар арқылы байланысу, яғни сөйлемдегі сөздер егер септеулік шылаулармен байланысса, ол септеулік шылаулар арқылы байланысқан түрі болады дағы. Егер жалғаулық шылаулар арқылы байланысса, жалғаулық шылаулар арқылы байланысқан түрі болады екен. Мысалы, біз сабақ туралы сөйлестік дегенде, сабақ және сөйлестік сөздері туралы деген септеулік шылау арқылы байланысып тұр екен. Ол ақылды, бірақ жалқау. Ақылды және жалқау сөздері бірақ деген жалғаулық шылау арқылы байланысып тұр екен. Келесі орын тәртібі арқылы байланысу дегеніміз не? Ол ешбір жалғаусыз қатар тұрып байланысу. Алыс жер. Алыс және жер сөзі көріп тұрсыңдар, ешбір жалғаулық жоқ, қатар тұрып байланысып тұр екен. Атақты адам. Атақты және адам сөздері ешбір жалғаусыз қатар тұрып байланысып тұр екен. Төртіншісі дауыс ырғағы арқылы байланысу, яғни интонация арқылы байланысуын айтады екенбіз. Сөйлемдегі сөздер дауыс ырғағы арқылы, интонация арқылы байланысады екен. Оны біз қалай білеміз? Интонация арқылы байланысқан араға сызықша қояды. Дефис емес, сызықша қойылады екен. Бұл біздің ауылдың шамдары. Бұл және біздің ауылдың шамдары сөздері интонация арқылы байланысып тұр. Тек дауыс ырғағы сәл көтеріңкі болады екен. Бұл біздің ауылдың шамдары деу бар. Асан белгілі ақын. Асан және белгілі ақын сөздері интонация арқылы байланысып тұр. Араға сызықша қойылған. Балдар, бүгін өтетін тақырыбымыз осылар еді. Тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, жазсаңыздар болады.